Пассивный доход акция деген туралы мәселе бойынша қысқа айтайын. Енді Қазақстан тәуелсіздігін алған кезде әшейін қағазға талондар немесе купондар сияқты қылып берген әшейін қағаздарды. Мысалға, көптеген кәсіпорындар, ПМК, темір жол, вокзал, тағы әуежай деген сияқты көп компаниялар болды ғой. Строительный компания, жол жөндейтін компаниялар. Солардың барлығын алдыдағыны жекешелендіріп алды. Оны бір адам барып мен деп ала салғанды жоқ, оны мұндай мүмкіндік болды. Кішкентай қағаздан 10 қағазды әр адамға берді, жеке басына. Әр адам қалаған компанияға бердіғыны осы компанияның акционері болды. Сол көп жинаған адамдар компанияны алады деді. Мысалға, бір жұмыста істейтін 100 адам бір компанияға бердіғыны сол компания кейін таласты дейік. Солар мысалға ағаш өндіретін жерде немесе бетон құятын заводта міне бізге 500 акция, жаңағы 500 талон болса болды дейді. Біреу келеді, менде 510 жинадым, мен алам дейді. Біреу келеді, 550 жинадым, мен алам дейді. Біреу келіп, менде 600 бар деп сол адам алып кетті мысалға. Сол адам алып кетті дағыны, енді қарап тұрсаңыз, ол адам соны сатып алған егесі болып қалды. Солай жекешелендіріп алды. Қарап тұрсаңыз, жоқ жерден ала салды. Не деген зданиялар Шымкенттегі, мысалға орталықта, үлкен қалаларда, не деген зданияларды Совет үкіметінен қалған жекешелендіріп алған қазір. Миллиардтаған доллар тұрады олар. Миллиондаған доллар тұрады. Сол ақшаларды олар қайдан алды десеңіздер, олар ақша емес ол. Жай ғана қағаз алды дағыны халықтан жинап алды да, міне мен алам деп осылай алды. Қарап тұрсаңыз, халықтың барлығы акционер. Ол акционерлер қазір ешқандай пайдасын көріп отырған жоқ, бір адам пайдасын көріп отыр. Осындай әділетсіздіктер қазір жұмыс істеп жатыр. Осы әділетсіздікті әділ жолға қайтадан төңкеріп, барлығын дұрыс жолға бағыттау керек. Ол үшін халық сұрау керек, менің акциям қайда деп. Бұрынғы үлкен жастағылар болса, қазір мен түсініп тұр. Жастағылар болса, ол әке-шешеңізді сұрасаңыз болады. Әке-шешеңіз ол заманда өмір сүрмеген, жас болса, атаңыздан, әжеңізден сұрасаңыз болады. Осындай нәрсе болды ма деп. Біреулер алған болуы мүмкін, біреулер алмаған да болуы мүмкін. Алмаған болса, және де әділетсіздік, себебі барлық адамға теңдей мүмкіндік бермеген. Одан бөлек үйлерге де солай берген. Барлық пәтерлер, мысалға, мемлекеттен қамтамасыз етіп, домдардың барлығы мемлекеттікі, дұрыс па? Ол жекешелендіріп алды. Қалай жекешелендіреді? Ол сонша ақша тұратын ақшасы жоқ қой. Жай ғана үйге деген жаңағы компанияға бөлек талондар берді, қағаздар копировать етіп шығарып, газет құсат таратып. Газетті де сатып аласың ғой. Ол әшейін қағаздар таратдағын тегін берді. Сондай зданиялардың барлығын, компаниялардың бәрін тегін алды деп тұр ғой енді. Сол сияқты үйге де солай бердіғыны солай алды. Бұл жерде де әділетсіздік бар, себебі барлық адамға теңдей үйге осындай купондар, талондар берілмеді. Оларға беру керек еді. Оны қалай береді, жеткізе алмайды дейтін болса, былай береді, былай жеткізуге болады. Кез келген жерде шешім бар. Үйлер бар, үйлерге алуға барлығына теңдей талон берді. Енді сол үйде тұрып жатқандар, мен мына үйде тұрып жатырмын, мен мына үйді алайын деп талон әкеп береді. Үйге деген, міне сіз шығарып бердіңіз, мына заңды күші бар, алайын деп. Жарайды, берді, барлығына берді, үй таусылып қалды. Енді үй аламай қалғандар, кәні бізге теңсіздік болмады ғой, бізге де талон бердің, бірақ үйің жоқ. Уайымдамаңыз, 10 жылда жоспарлаймыздағыны, 10-15 жылда, мысалға 20 мың, 200 мың деген сияқты үй соғып, сіздерге пәтерлерді береміз деп, осындай жоспарлап, осындай әділетті және барлық халықты үймен қамтамасыз етіп тастауға болар еді.